Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті сабағы отбасы құндылық тақырыбына арналады. Оның бүгінгі менің пән оқытушысы Құлжанов Ардақ Даутович. Енді келесі кезекте біз сабағымыздың мақсаттарымен таныса өтсек. Жалпы бүгінгі сабағымыздың мақсаты отбасының адамның әлеуметтенуінің ең маңызды тетігі екендігін ұғыну. Отбасында бала тәрбиесінің маңыздылығын білу. Бала тәрбиесінде қоғамдық құндылықтар мен ұлттық құндылықтардың ерекшелігін түсіну. Осыған қоса біздің қосымша оқу бағдарламасына сәйкес мынандай оқу мақсаттарын қарастырғанбыз. Бірінші, мәтін үзінділері бойынша тиісті ақпаратты анықтай білу. Кәсіби бағыттағы түпнұсқа мәтіндерден қажетті ақпаратты, деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, сілтемелерді анықтау. Олардың қолдану мақсатын талдау. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселеге баға беру. Мәтіндер құрауда тірек сөздерді ажырата танып, ауызша және жазбаша дұрыс қолдану. Ал енді бүгінгі сабағымызға қатысты қажетті тірек сөздермен танысып өтейік. Отбасы, семья, құндылық, ценность, дәстүрлі, традиционные, қазіргі, современные, тәрбиелі, образованные, адамзат, человечество, өнеге, пример. Бүгінгі сабағымызға қатысты тірек сөздерді дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Әрі қарай жаңа сабақты түсіндіре өтсем. Отбасы мемлекеттің іргетасы. Отбасы адам баласының өсіп өнер, қанат жайып түлеп ұшатын алтын ұясы. Адамзат өміріндегі мейірімділік пен адалдық, адамгершілік пен тектілік секілді асыл қасиеттерді бойына жинайтын жандар, оны ұрпақ санасында қалыптастыратын ардақты аналар мен аяулы аналар. Сынақ үшін берілген қысқа ғұмырда отбасымызды құрметтеуге, сыйлауға, өнегелі етуге тиіспіз. Өзімді өмірге келтірген, тіршілігімен нәр берген ата-ананың алдында адамның парыз міндеті өлшеусіз. Міне, сол ата-анаға сенің алдағы құратын отбасының жарасын тауып отырғанын көргеннен артық бақыт жоқ. Ананың ақ сүтін, әкенің адал күшін ақтау, өз болашағында сақтау деген сөз. Отбасы шақтығын қалыптастырудың бір тетігі осында жатыр. Отбасылық құндылықтар дегеніміз бір-бірін сүйіп, қосылған жандардың отбасын сақтау үшін қолданылатын ежелден келе жатқан салт дәстүрі. Құрметті студенттер, конспектлеу әдісін пайдалана отырып, өздеріңізге керекті жерлерін дәптерлеріңізге түртіп алып жазып отырыңыздар. Әрбір отбасының өз құндылықтары болады. Ол құндылықтар ежелден бері келе жатқан немесе жаңадан шығарылған құндылықтар болуы мүмкін. Одан басқа адамдар отбасылық құндылықтарды басты үш топқа бөледі. Олар дәстүрлі, қазіргі, тәрбиелі отбасылық құндылықтар деп аталады. Дәстүрлі отбасылық құндылықтар дегеніміз қарт адамдардың жас отбасыға берген ақыл кеңестері. Әр отбасыда бұл құндылықтар әр түрлі. Бірақ олардың ұқсас жақтары да бар. Мысалы, кез келген отбасыда дінді сақтау, некені бұзбау, ұрпақ жалғастыру,
балаларды тәрбиелеу деген дәстүрлі отбасы құндылықтар ортақ болады. Қазіргі таңдағы отбасылар бұрынғы салт дәстүрді ұстануда, бірақ сол ұстанымның өзгеруіне байланысты олар әр отбасыда әртүрлі. Ол ұстанымның өзгеру себептері заманның өзгеруіне байланысты. Себебі әр замандағы адам әртүрлі. Мысалы, бұрынғы замандағы отбасы құндылықтарымен қазіргі өмір сүру мүмкін емес. Бұрын адамдар әйелдеріне орамал сыйға тартса, қазіргі жас отбасылар бір-біріне гүл немесе көйлек сыйлайды. Сонымен қатар қазіргі отбасылық құндылықтарға махаббат, сенім, түсіністік және тағы басқалары жатады. Ұлттық адамгершілік тәрбие бойынша ата-анаға қарайласуды міндеттейді. Ата-анаға не істесең алдыңнан сол қайтады. Дүние кезек. Сен өмір бойы жас болып тұрмайсың. Сен ата-анаңды сыйлайсың. Сенің балаларыңды сен қартайғанда өзіңді аялап күтіп бағып қағатын болады. Ата-ананың отбасының негізгі діңгегі, бастапқы дәнекері. Дәстүрлі тәрбиелі отбасында ата-ананың қадірі ерекше әспеттелген. Жас жұбайлар отбасылық сынақтарының кейбіріне төтеп бере алмай, бала болашағынан бұрын жеке бас тыныштығын бірінші кезекке қойып жатады. Осыдан келіп тастанды бала мен әкесі сіз тірі жетімдер қатары артады. Негізі бала үшін әкенің орны бөлек. Әке деген сөзді айтқанда өзіне пана болар, қиындыққа қалдырмас, арманына қол созғанда ақ батасын беріп, ақ жол тілейтін адамның болғанын бала жүрегі аңсайды. Әке әркімнің сүйенер тіреуі. Ол өзінің болашағы балалары үшін алаңдап ойланып, жауапкершілік жүгін арқалайтын тұлға. Әрбір әке отбасына қорған болар, тау тұлғалы кемеңгер болып, ұрпағына пана болуды мақсат еткенде отбасы жарасын табады. Сонымен қатар, әр адам көзін ашып дүниеге келгенде мейірімдігі, жүрегі жылы жанды көреді. Ол анамыз. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бауырына басып, біз үшін жан ұшыра шырылдайтында ана. Ана бұл жел жағымызға пана, біріміз үшін дара, дана тұлға. Балаға анадан артық, анадан қымбат жан жоқ. Әрбір ана отының өшпеуін, бақытының көшпеуін, шаңырағының құламауын, сәбиінің жыламауын тілейді. Бар мұратың отбасының игілігіне жұмсаған, бар тілегін перзентінің жолына байлаған әлемдегі ең мейірімді адам, ұлттың ұйытқысы, ұрпақтың анасы. Ата-ана баласының ер жетіп адам болуын қалайды. Біз үшін олардың орны бөлек екені ақиқат. Сөзімізді қорыта келе, ғасырдан ғасырға, жылдан жылға дәстүр болып жалғасын тауып келе жатқан отбасы құндылықтарының мәнін кетірмей, керісінше өркендеп алға басуына септігімізді тигізейік. Отбасылық құндылықтарды қастерлеп, оларға кір келтірмей жүру барша халықтың басты парызы. Ал енді келесі кезекте сабағымызға қатысты тапсырмаларды орындайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың бірінші тапсырмасы сөздер сөйлейді әдісін қолданыла отырып тапсырмаларды орындау. Мәтіннен қарасаңыздар, берілген сөздерге қатысты түсініктерді тауып оқып, кестеге өз сөзіңізбен түсіндіріп жазыңыз. Мәтінде кездесетін сөздер: отбасы, тәрбие, сынақ, парыз, үлгі, құндылық, ата-ана. Міне екінші бағанға осы туралы өз түсініктеріңізді бүгінгі жаңа сабақта айтылған мәтін бойынша және де өздеріңіздің жалпы түсініктеріңіз бойынша
бір-екі сөйлеммен екінші бағанға сөздердің түсініктерін жазыңыздар. Дәптерлеріңізге жазып қоюларыңызды сұраймын. Келесі бүгінгі сабағымыздың екінші тапсырмасы. Төмендегі сөйлемдегі ойды жалғастырып, өз ойларыңызды 7-8 сөйлеммен толықтырып дәптерлеріңізге жазыңыздар. Ол төменде берілген сөйлем. Жастарды тәрбиелік нышандағы құндылықтарымызды бағалауға, оларды сақтай отырып, келер ұрпаққа жеткізуге тәрбиелеу бүгінгі таңның өзекті мәселесі. Осы сөйлемді әрі қарай жалғастырып, ойларыңызды жазасыздар. Дәптерлеріңізді ашып, өз ойларыңызды 7-8 сөйлеммен жазып қойыңыздар. Негізгі сөйлемді қайталап қояйын. Жастарды тәрбиелік нышандағы құндылықтарымызды бағалауға, оларды сақтай отырып, келер ұрпаққа жеткізуге тәрбиелеу бүгінгі таңның өзекті мәселесі. Осы ойды дамытып, өздеріңіз 7-8 сөйлем қосып жазыңыздар. Ал енді құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыз бойынша айтатын ойларыңызды, басқа да ұсыныстарыңызды кері байланыс есебінде сабақта қалған ақпараттарыңызды, басқа да орындаған тапсырмаларыңызды ескере отырып, ББ білемі стратегиясын кестесін толтырып, пән мұғаліміне жіберіңіздер. ББ стратегиясы. Білемін, білгім келеді, білдім. Знаю, хочу узнать, узнал. Осы кесте таблица бойынша, міне, сіздерге экранда көрсетіліп тұр. Кері байланыс есебінде өз ойларыңызды жазып, пән мұғаліміне жіберіңіздер. Білемін, білгім келеді, екінші бағаны, үшінші бағаны, білдім. Осы 3 бағанды кестені толтырып, пән мұғаліміне жіберіңіздер. Келесі кезекте үй тапсырмасы. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша мәтіндерді тағы да бір оқып шығу, соған қатысты мәліметтерді қарастыру, соған орай отбасы туралы 10-11 мақал мәтел немесе нақыл сөз, данышпан, дана ғалымдарымыздың айтқан сөздерін жазыңыздар. Екінші, бақытты отбасы тақырыбында өз ойыңды баяндап жаз, кемінде ол ойың 110-120 сөзден тұратын болсын. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.